Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Камжат менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қуырылған пельменнің рецептімен бөлісетін боламын. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Балаларыңызға, отбасыңызға ұнары анық, өте идеальный рецепт. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен картошкаларымызды жуып тазалап, үстіне су құйып пісіріп аламыз. Және де қамырын дайындауға кірісеміз. Жылы сүтімізге тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды 3 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Бірінші бөлігін қосып, араластырып, кейін екінші және үшінші бөлігін қосып, жұмсақ қамыр етіп илейміз. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, жарты сағат тындырамыз. Міне біздің картошкамыз толықтай пісті. Енді осы картошкамызға ұсақтап туралған пиязымызды қосамыз. Пиязды қуырып та қосуға болады, бірақ осылай жасасаңыз өте дәмді болып шығады. Үстіне татымына қарай тұз, қара бұрыш және де сары майымызды қосып езіп алатын боламыз. Міне біздің начинкамыз дайын болды. Енді қамырын жаюға кірісеміз. Осылай мен қамырды 2 бөлікке бөліп алдым. Егер сізде ұзын оқтау болатын болса, бірден үлкен қамыр етіп жайып алсаңыз болады. Қамырды алғашында осылай жұдырығымызбен басып аламыз, кейін оқтаудың көмегімен толықтай жайып аламыз. Қамырдың жұқалығы осындай көлемде болса жеткілікті. Ендігі кезекте стаканның көмегімен осылай дөңгелек формасында қамырымызды кесіп аламыз. Барлық қамырларымызды осылай кесіп алып, пельменімізді дайындауға кірісеміз. Бір шай қасық көлемінде салмасын картошкамызды салып, дәл пельмен түйгендей жасап шығатын боламыз. Барлық пельмендерімізді дәл осылай жасап аламыз. Табамызға май құйып, май қызған сәтте пельмендерімізді қуыруға кірісеміз. Осылай барлық пельмендерімізді шетінен салып отырамыз. Және де бір жақ беті қызарған сәтте екінші жақ бетіне ауыстырып, екі жақ беті де қызарған сәтте бірден майдан аламыз. Міне біздің қуырылған пельмендеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Қамыры да, начинкасы да өте жақсы үйлескен. Ортасы осындай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
балаларыңыздың, отбасыңыздың сүйікті тіске басарына айналары сөзсіз. Міндетті түрде жасаңыздар. Сіздермен бірге болған Кәмшат. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.